Маған қыздардан көптеп келетін хаттар: күйеуім лудомания, ойынға, араққа тәуелді, үйдегі барлық жарайтын дүниенің барлығын сатып, үйді тоздырып жіберген деп жатады. Бұл лудомания, араққа, ойынға тәуелділік бірден пайда болмайды. Ол қысымнан, үмітсіздіктен, еркек өзін еркек ретінде керексіз сезінгеннен туындайды. Бұл ақша тап, жұмыс істе, кет деген сөздер еркектің ішін өртейтін от. Жолы болмай жүрген еркек бұл ақшаны қайдан табады? Осылай сандалып жүріп, оңай керетін ақша бар деген жалған үмітке сеніп, ойынға барады. Бір ұтады, екі ұтады, ұтылады, сөйтіп жүріп, ойынға қалай кіріп кеткенін байқамай қалады. Ал араққа тәуелділіктері не істесем екен деген ойдың жетегінде жүріп, сол ойын тыныштандыру үшін арақты бір рет ішеді, екі рет ішеді, үш рет ішеді, сөйтіп жүріп, қалай араққа тәуелді болғанын байқамай қалады. Әйел үйде барға қанағат, жоққа шүкіршілік етіп, басымыз аман ғой, бүгін болмаса ертең болар деген сөзді жиі айтып отыратын болса, оның күйеуі өмір бойы жұмыс істемеген адам болса да, жұмысқа тұрып, табысы артып, жол ашыла бастайды. Шүкіршілік айту бұл кедейлікті мақтау емес, керісінше ол сөз біздің күнімізге, өмірімізге қуат беретін киелі сөз. Негізінде осындай қанағатсыз, шүкіршілігі жоқ әйелдің күйеулері ойынға, зинаға, араққа әуес болып келеді екен. Отбасы деген ол мен біріншімін деп бәйгеге түсіп жарысатын жер емес, ол бір-бірінің ауырлығын, салмағын көтеретін, бір-бірін құтқаратын, бала шағаны өсіріп, өз орындарына жайғастыратын жер.